Баршаңызға қайырлы күн, қалдеріңіз қалай? Бүгін сіздерге ұсынатын тағамым қазақтың ұлттық тағамы бешбармақты қалай дәмді етіп әзірлеу керектігін үйренеміз. Әр адамның өзінің тағам дайындауда сыры болады. Мысалы, біз көп жылдардан бері осы рецептпен дайындап келеміз. Үйге ағайын тума-туыстар келген кезде ең бірінші осы асты мақтап кететін. Себебі біз көбінесе етті сүрлеп, көп уақытқа сақтап қоятынбыз. Сол кезде өте дәмді шығатын. Жалпы әр үйдің өзінің лайфхактары болады, әркім әртүрлі әзірлейді. Егер біздің дайындаған бешбармағымыздың тәсілі рецепті ұнап жатырған болса, онда комментарий қалдырып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Видеода әрі қарай түсіндіретін боламын, ендеше бастаймыз. Сіздерге ескертетін жағдай, біз бүгін үйге әзірлеп жатқан болатынбыз. Сондықтан егер видеода қандай да бір жағымсыз видеолар болатын болса, онда алдын ала кешірім сұраймыз. Достар, бірінші етті алып, тазалап жуып болғаннан кейін салқын суға етімізді салып, тұзбаштарын салып, және пияз кішкене қайнап кеткеннен кейін салсаңыз, өзінің ерекше дәмі болады. Бізде әжеміз майлы, яғни малдың өзінің майлары болады ғой, асқа салатын, сол майды қоссаңыз, майы шығып, өте дәмді болады. Сіз майды ұнатпайтын болсаңыз, қоспасаңыз да болады, әрине өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Енді біз астың қамырын жасауға кірісеміз. Егер уақытыңыз болмай жатырса, онда астың пісуіне 20-30 минут қалғанда нанды жайсаңыз болады. Бешбармақтың қамырын іңкәл, нан, астың наны немесе жайма қамыр деп те атай береді. Егер сіздің қамырыңыз дұрыс шықпай жүрген болса, қатты, өте жұмсақ болып кетіп жүрсе, онда видеоны толықтай қарап, түсінбеген жерлеріңіз болса, видеоны бірнеше рет көрсеңіз жақсы болады. Бізге ұн, куркума, жұмыртқа, тұз және су немесе сорпа керек. Мен сорпа мен суды араластырып, қамырды елейтін боламын. Сіздер жылы суға ессеңіздер де болады, сорпаның өзіне ессеңіздер де болады. Мен қамырдың сарғыш болған ұнатамын, сондықтан куркума қостым және жұмыртқа қосамын. Куркуманы өзіңіз білесіз, қоспасаңыз да болады. Мен сарғыш болған ұнататын болғандықтан куркуманы қостым және жұмыртқаны қостым. Біз кейде сумен ұнды араластырып жасай береміз. Кәдімгідей қарапайым қамыр шығады, жақсы. Куркума, ұн, тұз үшеуін араластырамыз. Кейін жұмыртқаны жарып, қасықпен немесе шанышқымен араластырамыз. Бір келкі болған кезде сорпамызды құямыз. Барлығын бірден құймаймыз, аз-аздан құямыз. Сіздер видеодан қарай беріңіздер, қамырды бір келкі болғанша. Мен етті салудағы тағы да кеңестерді айта беремін. Етімізді салқын суға салғаннан кейін қақпағын жауып, бетіне көбіктері шыққанға дейін қайнатып аламыз. Асты қатты отта тұру керек. Кейін көбіктері шыққаннан кейін бетіндегі көбіктерін алып, астын орташа отқа қоямыз. Бізде ет 2,5 сағатта пісті. Етіміздің пісуіне 20-30 минут қалғанда картоп, сәбіздерімізді, пияздарымызды ашып қоямыз. Картоп пен сәбізді салып жібереміз. Кейін барлығы піскеннен кейін бөлек сорпа алып қоямыз. Егер осы орайда алып қоймасаңыз, онда қонаққа беретін сорпамыз біз қазір су қосамыз, сол кезде дәмі өзгеріп кетуі мүмкін, сондықтан сорпаны осы уақытта алып алғанымыз жақсы. Кейін сорпаны алып болғаннан кейін үстіне су құямыз. Әйтпесе қазір біз нанымызды пісіретін сорпамыз азайып қалуы мүмкін. Мен дәмдеуіштерден көп нәрсе қоспадым, себебі біздің үйде өте ашытын ұнатпайды. Қамырға келетін болса, қамырымыз өзінің қалпын ұстағанша илейміз. Өте жұмсақ, өте қатты басуға болмайды. Өте жұмсақ бассаңыз да қамырыңыз қазір біз жайған кезде ұнды көп салуға тура келеді және жабысып қала беретін болады. Сондықтан кішкене басып, өте қатты бар күшіңізді салып басуға да болмайды. Белгілі бір байыппен біріншіден жақсы болып кетеді деп айта алмаймын, себебі енді қолыңыз үйрену керек. Мысалы, бірден дөңгелек болып шыға келген жоқ. Арасы тесіледі, жабысады. Біресе төртбұрышты болды, біресе дөңгелек болды. Содан әйтеуір үйрендік. Сіздерге видео арасында қызықты әңгіме айтып қояйын. Мектеп кезінде мектеп баруы болатын, сол кезде нан илейтін кезең болатын. Жақсы илеген ішінде мен болған болатын. Бұл әңгімені айтудағы мақсатым маған сеніп, осы нанды қамырды илеудегі видеоны қараңыздар деген мақсатта айттым. Менің қателіктерімді жасамау үшін, жақсы қамыр илеуді үйрену үшін айтып жатырмын.
Қамырымыз бір қалыпқа ене бастаған кезде осылай дастархан бетіне шығарамыз. Кейін табақшада қалған ұндарды су құйып, оны да бұлғап, осы екі қамырды араластырып, қаттырақ басып аламыз. Мен сіздерге түсінікті болсын деп қамырды жай басып жатырмын. Қолымызды видеодағыдай етіп, нанды былай аударып, қамырымызды илейміз. Мен 2 күлше нан дайындап жатырмын. Оның өлшемін жазбаймын. Кейбір ұндар тығыздығы басқаша болады. Сондықтан қамырымыз қалыпты бір күйге енгенде ғана ұнды салуды тоқтатамыз. Осы табақтың ішінде жұмсақ болып, өте қатты басқандандай қолыңыз кіріп кететіндей емес, қалыпты қолға жабыспайтындай қамыр болады ғой, солай етіп әзірлейміз. Мен бастапқыда жұмсақ етіп илеп, мен оған қуанып, жұмсақ болды қамырым деп. Бірақ олай дұрыс емес. Кейін сол қамырды жайғанда жабысып, оны салсаң да жабысып қала беретін болды. Кеуіп те болмайды. Қазақша бізде батысша айтқанда білжірап кетеді. Осындай қалыпқа енген кезде дастарханның үстіне шығарып, немесе тақтайшаның үстіне илегіңіз келсе, үстінен басыңқырап, кішкене қатты болғанға дейін илейміз. Себебі қазір ол иін қандырамыз деп тағы қойғанда өте жұмсақ болып кетеді. Сондықтан қаттырақ басу керексіз кішкене. Өте қатты басып жібермеңіз, әйтпесе илеуге ыңғайсыз болып кетеді. Барынша қаттырақ суға тырыстым, бірақ сонда да қамырым жұмсақ болып кетті. Көп тұрса жұмсақ болып кетеді. Егер осылай көп иін қандырып басатын болсақ нанды, онда ұнды көп салуға тура келмейтін болады екен. Мысалы апайлардан естіп жатам, осының келіні деген ұн салмай илейді екен нанды дейді. Оның себебі осылай нан ысып жатамыз ғой, сол кезде осылай көбірек басып ұнға аунатып алу керек екен. Мысалы, қонақ келген кезде енді ысқанда біз деген иіннің қанғаны күтіп тұрмаймыз ғой. Біз өзіміз айтатын болсақ, үйге дайындаған кезде оны күтіп тұрмаймыз. Осылай басып аламыз қаттырақ. Сосын илей береміз. Қазақтың ең ұлттық тағамы осы бешбармақ. Бешбармақты жақсы көрмейтін адам жоқ деп ойлаймын. Барынша қамырды жұмсақ және бір-біріне жабыспайтындай етіп илеңіз. Жұқа етіп жайғаныңыз жақсы. Әйтпесе қазір сорпаға сіңген кезде ол 2-3 мм-ге өседі. Жұмыртқа қоссаңыз біркелкі болып, әдемі жайылады. Менің нандарым үлкен болады. Егер сізге үлкен қылып жайған ыңғайсыз болса, онда 3 бөлікке, 4 бөлікке бөліп жайсаңыз болады. Ендеше видеоға нақтырап қарап алыңыздар. Осылай видеодағыдай етіп сып аламыз. Ең бірінші басып аламыз қолмен. Кейін видеода көрсетілгендей оқтауымызды алып, ең бірінші осылай формасын шығарып аламыз. Шеттерін басып, ортасын басып, бір жері қалың, бір жері жұқа болып кетпесін. Оқтауды айналдыра бересіз ғой. Дөңгелек формасын ұстағанға дейін мен осылай илеп аламын. Сол орайда біз нанымыздың, қамырымыздың формасын жоғалтып алмауымыз керекпіз. Біреулер осылай илей береді де, екі шетін илейді де 4 бұрышты болып кетуі мүмкін. Айналдыра, сағат тілімен айналдыра бересіз. Егер формаңыздың қисық кетіп бара жатқанын көрсеңіз, онда қай жері түзу емес, сол шетін илеп жіберсеңіз болады. Бірінші ортасын илейміз, кейін шетіне қарай апара береміз. Ортасын илейміз, шетіне қарай. Егер сіз қалың болып жатқан жерлерін көрсеңіз, сол шеттерін басып жібересіз. Тек қана ортасын илей бер. Кейбіреулер болады, ортасын илей береді, сосын ортасы жұқа болады да, шеттері қалың болып кетеді. Немесе шеттерін сатта ортасы қалың болып кетеді. Сондықтан ортасынан шетіне қарай, шетінен ортасына қарай кезек алмастырып істей берсеңіз болады. Маған осы наным ұнады. Көбінесе біз жұмыртқа қоспаймыз. Үйде жұмыртқа қосқан ұнатпайды. Су, тұз және ұн үшеуін араластырып жасай беретінбіз. Егер сіз қамырды қаттырақ басып илесеңіз, егер басында, онда сіз қамырыңыз бір-біріне жабыспайды. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға немесе инстаграмға жазыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Қамыр бір-біріне ешқандай да жабыспайды. 2 минуттың ішінде піседі. Жұқалығын көріп тұрсыздар, сондай әдемі сарғыш түсте шықты. Міне біздің етіміз пісу қалды. Енді картоптарды, морковтарды салып жібердік. Үйдегілер көп моменттерді түсіргізбеді, себебі
Біз енді үйге әзірлеп жатырмыз ғой, сондықтан ыдыстарды ұят болар деп күнделікті қолданып жүрген ыдыстарымыз еді ғой. Осылай кейбір кадрлар түспей қалды. Нанды кесіп аламыз. Осы нанды ешқандай да кеспей морозильникке қатыруға болады. Ол үшін үлкен салафандар керек болады. Немесе осылай кесіп қойып, салафандарға арасына салып, морозильникке қатырып қойсаңыз болады. Кез келген уақытта қонақ келген кезде алып салып жіберсеңіз болады. Міне біз астын нанын салдық, яғни қамырын салдық. Салып жатқан кезде осылай бірігіп қалмау үшін шолпы немесе шанышқының көмегімен демеп жібересіз. Көп салмайсыздар, бір-біріне жабысып бірігіп қалуы мүмкін. Астың қамырын түсірген кезде де шолпы қажет болады. Осы ас табаққа ең бірінші су немесе сорпаны құйып аламыз ең бірінші. Піскен піспегенін бір нанды түсіріп қарайсыздар. Бізде нандарымыз пісті. Енді астына сорпаны салдық, немесе су құясыз. Оңтүстік жақта тұздықты сорпаның бетіндегі майын алып, қамырды сүзіп болғаннан соң құяды, кейін етті салады. Сонда қамырдың арасы жабыспай әдемі болып шығады дейді. Негізі сорпаны көбірек құйғаны жақсы, сол кезде сорпаның дәмі қамырға сіңіп ерекше дәм береді. Астың сорпасы болады, иә, кейбіреулері ұнатады, кейбіреулері ұнатпайды. Кейбіреулері төгіп тастайды екен. Егер дәмді сорпа ішкіңіз келсе, онда астың қамырын салмай тұра тұрып, сорпасын алып аласыз, кейін су құйып қамырды пісіріп аласыз. Ал егер қамыр барлығы пісіп болғаннан кейін сорпаны құятын болсаңыз, онда оның дәмі кетіп қалады. Қамырды пісірмес бұрын сорпаны құйып аламыз керекті мөлшерде. Қалған сорпаның үстіне су құйып, қайнатып, үстіне қамырымызды саламыз. 2-3 минутта пісті біздің қамырларымыз. Қамырымызды түсіріп алдық. Кейін етімізді турап, картоп, сәбіздерімізді турап, 5 бармақты дайындаймыз. Тұздықты үстіне саласыз ба, астына саласыз ба, өзіңіз білесіз. Бірақ астына сорпаны молырақ құйған жақсы болады. Достар, менің каналымда рецептерді көргілеріңіз келсе, онда тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл 5 бармақты үйретудегі лайфхактар бір видеомен біте салмайды. Сондықтан сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып, немесе инстаграмдағы парақшама жазсаңыз болады. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Сау болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін.